Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 10 қаңтар күні халыққа жолдаған 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері атты халыққа жолдауын облыс активінің мүшелері талқылады. Бұл жолы елбасы жаңа әлем көшбасшыларының қатарына қосылу үшін 10 міндеттер айқындап көрсетті. Жолдауда президент жаңа дәуірде барлық салада жаңашылдық қажет екендігін көрсетті. Өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, мемлекеттік басқару, әлеуметтік сала барлығына цифрландыру мен озық технологиялар енуі керек. Бұл уақыттың талабы. Индустрияландыру жаңа технологияларды енгізудің көшбасшысына айналуы тиіс. Бұл Нұрсұлтан Назарбаев айқындаған бірінші басымдық. Облыста индустрияландыру картасы бойынша соңғы 3 жылда 27 жоба жүзеге асып, 700 жұмыс орны пайда болды. Тек өткен 2017 жылы 5,7 миллиард теңгенің 8 жобасы жүзеге асты. Өткен жылы ашылған кәсіпорындар 11 миллиард теңгенің өнімін шығарды. Заводтар жаңа технологиялармен жаңа өнім түрін шығару керек. Экспортқа шикізат емес, бәсекеге қабілетті өнім жіберілуі тиіс. Халық энергия сақтайтын үйлерде тұрып, сапалы қызмет алатын жағдай қажет. Тұрғындар жоғары медициналық көмек, сапалы білім алу керек. Осы 10 тактикалық тапсырма нақты практикалық түрде орындалғанда Қазақстан халқының өмір сүру сапасы мен деңгейін арттыру көзделеді. Нұрсұлтан Назарбаев айқындаған 3-ші басымдық агроөнеркәсіп кешеніне қатысты. 25 жылдық тарихы бар Тайынша астық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бүгінде жаңа технологияларды кеңінен пайдалануда. Серіктестік қызметкерлері жұмыс уақытында арнайы планшеттер арқылы жұмыс барысын бақылай алады. Мы у себя несколько лет назад Бірнеше жыл бұрын біз жаңа технологияларды қолдана бастадық. Цифрлеу технологиясын бірінші болып өсімдіктерге енгіздік. Алыста орналасқан жұмыс орындарына толқындар анықтайтын құрылғы орнаттық. Кез келген қызметкерлер Wi-Fi арқылы кез келген жерден ақпарат ала алады. Білім беру саласында да біраз жаңашылдықтар енгізілмек. 2019 жылдан бастап 10-11 сынып оқушылары жартылыстану ғылымының жекелеген пәндерін ағылшын тілінде оқымақ. Нәтижесінде барлық түлектер елімізде және жаһандық әлемде өмір сүріп, жұмыс істеу үшін қажетті деңгейде 3 тілді меңгеретін болады. Сондай-ақ ұстаздардың жалақысы 30 пен 50% аралығында өседі. Артылған білім беру мазмұны озық көз қарасы бар оқушыларымыздың елімізде және жаһандық әлемде өмір сүріп жұмыс істеуіне ықпалын тигізеді. Өзім басқарып отырған мектептің оқу тәрбие үрдісінде 3 тілдік идеясын жүзеге асырып отырып, мемлекеттік тілді дамытамыз, орыс тілін қолдаймыз және ағылшын тілін үйретеміз. Оқушының 3 тілді меңгеріп, қарым-қатынаста еркін пайдалануға үйрету үшін ұстаздар сабақта әртүрлі жаңашыл әдіс тәсілдерді қолдануда. Сонымен қатар елбасы жолдауының өзге де міндеттерін жүзеге асыру үшін облыс бойынша бірқатар жұмыстар жоспарланған. Асем Айтолла, Қуаныш Әлтенов, Первый Северный.